Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Каналыма тіркеліп, соңына дейін қолдап отырыңыздар. Телефонмен тәрбиелеу. Күндегі әдеті осы. Сағат 10-нан аса бере Камила үйіне телефон соғып, кішкентай қызын оятады. Нөмірді терген соң телефон тұтқасын құлағына тосып, біраз ұстап тұрады. Сірә ар жақтан жуық арада ешкім көтермейді-ау деймін. Тыңдағандай болып, бар зейінін телефон тұтқасына аударып ұзақ күтеді. Бір кезде жүзі жылып, тұрдың ба қошақаным сол дейді. Беті қолыңды жуып, шайыңды ше ғой. Мен саған майсөк жасап кеттім. Соңғы сөздерін ерекше мән бере айтады. Жарайды, бара ғой күнім. Сосын тағы хабарласамын. Содан кейін жайғасып алып жұмысына кіріседі. Анда-санда алдында жатқан қағазға бір қарап қойып, саусағы компьютердің клавиатурасында жорғалап жүре береді. Сырт қараған адам оны бір материалды компьютерге басып отыр деп ойлауы мүмкін. Алғашында мен де солай ойлағам. Сөйтсем, Камила аудармашы екен. Оқып отырып ойша аударып бірден компьютерге тереді. Ара-тұра алдында жатқан екі томды қазақша-орысша сөздікке қарап қойып, бөлмедегі басқа адамдардың өзара әңгімелеріне кіріп шыққандарға елең етпестен бейне бір компьютердің ішіне сүңгіп кеткендей бір қалыпты сытырлатып басып отырады. Осы жұмыс ырғағына алдындағы телефонын шырылы бұзады. Телефонын тұтқасын көтеріп құлағына тосқан кезде жүзі жылып сала береді. Ау жаным, сөйлескен кезде әр жақтан айтылып жатқан сөздерді мақұлдағандай басын изеп отыратыны қызық-ақ. Алдында телефон аппараты емес, адам отырғандай. Бет жүзі құбылып, біресе күлімсіреп, біресе қабағын кере таңданады. Солай ма, дұрыс істегенсін, ақылдым сол. Тағы бір рет тексерет, тіпті жақсы болар еді. Кеше үйреткенімдей буынға бөліп оқы. Жазғанда қате жіберсең, сонда бірден көрінеді. Енді тағы қандай сабағың қалды? Жарайды, онда ойнай ғой. Мысығыңа сүт беруді ұмытқан жоқсың ба? Жақсы қошақаным, тағы хабарласамын ғой. Камиланың кішкентай қызымен сөйлескендегі даусы іші бауырынды елжіретеді. Және айналып толғанғаны қандай, елден ерекше бір сөздерді тауып алады. Жапырағым сол, деді бір қызына. Көбелегім кішкентай, деді тағы бірде еміреніп. Өзі телефон соққанда қызын әшөнтай, ақпатшам деп айтады. Ұрсу, зеку деген жоқ. Тұла бойына мерім тұнып тұрғандай дерсін. Ол қызымен сөйлескен кезде сыртынан бақылап отырған адамның өзі рахаттанып қалады. Бірде кішкентай ауырып, Камила бір апта жұмысқа шықпай қалды. Адам не нәрсеге болсын үйреніп қалады екен-ау, білмейміз деп сол күндері оның қызына телефон соғып, айналып толғанып отыратын даусы жетіспей тұрды. Содан да болар, ол жұмысқа шыққанда бөлмедегі бәріміз шұқырасып табыстық. Бұл күні Камила қызына әдеттегі уақытынан кешірек телефон соқты. Айналып толғанғанын естігім келіп, тықыршып отырған мен де құлағымды түре қойдым. Қошақан, тұрдың ба, жарық дүние менің? Ол қызына емірене сөйлей беріп, кілт тоқтай қалды. Көзі таңырқай үлкейіп, телефон тұтқасын құлағына қыса түсті. Ар жақтан қызы әлденелерді қуана айтып жатқан болу керек. Камила күлімсіреп басын изеп қояды. Міне, көрдің бе? Тұтығысын да сенің тәуір болғанын қуанып жатыр. Неше күннен бері үндемей отыр еді, енді сөйлей бастапты. Сен бүгін оған суды өзің құй, жарай ма, әшөнтай? Шайыңды ішіп алған соң екеуің сөйлесіңдер. Үйреткен сөздеріңді ұмытып қалмады ма екен өзі? Солай ма? Бұл бір ақылды тотығыс болды ғой. Жарайды, онда құсыңа бара ғой. Мен кейінірек хабарласамын. Телефон тұтқасын қойған соң Камила маған қарап, тотығысым оятты деп қуанып жатыр. Мама тура сіз құсап, әшөнтай тұра ғой, деді. Мен сіздің даусыңыз қарлығып қалған ба десем дейді, деп күлімсіреді. Мысықтарын тиіспей ме? Камила жадырай күліп басын шайқады. Тиіспейді, мал иісіне тартады ғой деген ғой. Біздің малымыз тотығыс пен мысығымыз. Екеуі де балаларыма тартқан сезімтал, мейірімді, ерке. Көңіл күйінді ренжіп, қуанғаныңды біліп тұрады. Балалармен бір ішкі байланыстар бар сияқты. Мына тотығысты балапан кезінен алғанбыз. Сөйлеуді де балдардың өздері үйретті. Бұрын 10 шақты сөз айтатын еді. Кішкентай қызым ауырғалы бері үндемей қойды. Мен оны да ауырып қалды ма екен деп алаңдап жүредім, жақсы болды. Кішкентай кезінде үй хайуандарын мысық, күшік немесе түрлі тіршілік иелерін тотығыз, кірпі, тасбаға асыраған балалардың есейген кезде жүрегі жылы,
мейірімді азамат болып шығатын туралы пікірлерді бәріміз де естігенбіз. Меніңше мұндай балалар әу бастан өздері мейірімге шомылып өскендіктен айналасындағы өзінен әлсіз, әлжуаз тіршілік иелерін мейірімге бөлексі келетін болар деп ойладым. Камиланың балаларының түрлі хайуандарға үйресектігін естіген соң, қатыгез адам қайдан шығады деп таңырқап жатамыз. Ата-ана мейіріміне қанбаған балалардан да шығуы мүмкін-ау. Айтуға оңай-ау, бірақ мына қарбалас заманда ата-ана мен баланың қатынасы да асығыстыққа құралып бара ма қайдам. Анасының бірнеше күн қасында болмағанына үйреніп қалған-ау деймін. Кішкентай қыз сол күні телефонға маза бермеді. Бөлме тыныштығын телефон шырылы 4-ші ме 5-ші ме рет бұзғанда, менің қызым телефон терроршысы болып кеткен бе өзі деп Камила бізден ыңғайсызданып қалды. Терроршысы емес, телефонның еркесі ғой, деді ішіміздегі ақсақал ағамыз. Мырзекең оның ыңғайсызданғанын жауап шайып, Камила Мырзекеңе ризашылықпен қарап басын иіп қойды. Іле-шала телефон тағы шыр ете қалғанда бәріміз ду күлдік. Камила қосыла күлді. Әу жаным, Камила күлгенін қойып кібіртіктеп қалды. Үйге кірген соң айтып берейін де қожақан. Басын ауырып тұрма, ыстық дейсің бе? Жарайды онда. Мен мұндағы аға-апаларына сұранып көрейін қазір. Камила телефон тұтқасын құлағынан алып бізге қарады. Ертегі айтып бер деп қыңқылдап тұр. Басым ауырып тұр дейді. Еркелігі ғой, тәуір болған соң қояды. 5-10 минут үзіліс жасап, сіздерде ертек тыңдасаңыздар қайтеді? Тыңдайық, деді Мырзекен бәріміз үшін жауап беріп. Біз ертек тыңдамағалы не заман? Рахмет. Сәл ойланып барып, Камила телефон тұтқасын қысып ұстап, көзін алыс бір нүктеге қадап ертегісін бастап кетті. Сонау солтүстікке қат-қабат мұздың астында зілдің баласы сан жылдар бойы ұйықтап жатыпты. Бір күні аспаннан ағыл-тегіл шуақ төгіліп, күн сәулесі том боп жатқан мұзды ерітіп, ыстық лебімен аймалап, ұйқыда жатқан зіл баласын оятыпты. Мама, деп шақырыпты ол ояна салып. Бірақ оған ешкім жауап бермепті. Мама, депті зіл баласы жыламсырап. Тағы да тіл қатқан ешкім болмапты. Сонда ғана жаһан дүниеде жалғыз қалғанын түсінген зіл баласы қорыққаннан жылап қоя беріпті. Әрі-бері жүгіріп даусы қарлығып шықпай қалғанға анасын қайта-қайта шақырып әбден шаршайды. Бір жағы қорыққаннан, бір жағы тоңғанынан қалтырап, дірілдеп, мұз үстінде жалғыз өзі зар илеп жылап ұзақ жүреді. Өзегі талып, қарны ашады, аяқтарына әл кетеді. Жан-жағына қараса шалқыған су үстінде қалқыған мұзтаулар. Ақыл айтар жөні сілтер ешкім көзіне ілінбейді. Әбден қиналған кезде Алла-Тағала ой салып, анасыз күн көре алмайтынын түсінген зіл баласы көзінен моншақ-моншақ жасы төгіліп анасын іздеуге аттаныпты. Біз ертегі тыңдамағалы не заман деп Мырзекен айтқандай, ертегідегі оқиғаның өрілуіне қарай Камиланың мың құбылған дауысын тыңдап отырып, мынадай айтылған ертегіні ешқашан тыңдамағанымды ойладым. Өзім де балаларыма ертек айтып көрмеппін. Бұл жағынан келгенде, бұлайша ертек айтатын анасы бар, мына телефон еркесін аузынан салымы бар екен. Балаларыңызға ылғи ертек айтасыз ба деп сұрады. Камила ертегісін айтып болып, жұмысына кірісе бергенде Шалқар ағамыз тура менің ойымды біліп қойғандай. Ылғи айтамын. Оныңыз жақсы екен, ертек айтқаны дұрыс қой. Көп ертегі білесің бе деп Мырзекен қолана сұрақ қойды. Біраз білемін, онда бізге де айтып беріп отырсаңшы. Бәріміз ду күлдік. Камиланың ән айтатынын, тап-тәуір дауысы бар екенін де еркек қыздың арқасында білдім. Әдеттегідей түскі астан кейін сәл сейілдеп ішке кірсек, телефоны безілдеп жатыр екен. Ол әшөнтай деген қыздың әдетінше айналып толғанып сөйлесе бастады. Бір кезде жаңа ғана жарқын-жарқын шығып тұрған дауысын бәсеңдетіп, қызын алдар қата сөйлеп үгіттей бастады. Әлденеге келіссіз жүргізіп жатқан сияқты, бірақ көндіре алмады-ау деймін. Маған қарап ыңғайсыздана жымиып, өткен сабақта Нұранды үйреткен екен. Соның әнін ұмытып қалдым. Мектепке барған соң апай сұрайды. Бірге айтайық деп отырғаны мына тентектің, деді. Ал сен білесің бе? Білемін, екеуміз бірге жатадық қой. Білсең айтып бер. Баланың
меселін қайтармау керек. Оның үстіне жасыратын жоқ. Қазіргі Әнұранды бала түгіл үлкендердің жаттауы оңай емес екен. Әлде қартайдым ба, білмеймін. Онда тәтесіз есікті қарай тұрыңызшы, біреу-міреу келіп қалса ұят болар. Мен қызымның есіне сала қояйын. Есіктің сыртында тұрғанымда басқа қызметкерлер де келді. Ерке қыздың талабымен Камиланың әнұран айтып жатқанын естіген соң бәрі де есік алдында іркеле тұрды. Еліміздің құдіретті әнұранын жаралған намыстан қаһарман халықпыз, азаттық жолында жалындап жаныппыз деп телефонға емес үлкен жиналыстағыдай салтанатты дауыспен айтып жатқан Камиланы бәріміз үнсіз тыңдап тұрдық. 3 шумағында айтып шықты, деді Мырзекең. Біз бір-бірімізге қойғымыз келген сұрақты қоймаған қалпы топырлап ішке кірдік. Бір қызығы Камиланың үлкен балалары телефон соғып анасын тым көп мазаламайтын, біздің лимитімізді әшөнтай жеп қойған дейтін көрінеді олар әзілдеп. Үлкен екеуі мына кішкентайды қатты еркелетеді. Ауыздарындағы жырып, осыған беріп отырады. Сондай мейірімді құлындарым, дейді Камила еміреніп. Балалары өз айтқандай мейірімді ғана емес, тәрбиелі, өнерлі деп отыратын бөлімдегілер. Оған көп ұзамай өзімнің де көзім жетті. Наурыз мейрамы мекемемізде кеңінен атап өтіліп, бөлімдер арасында өнер сайысы болатыны жарияланғантын. Біздің қиналған жеріміз осы болды. Жұмыста отбасында атқаратын тірліктің қайқасында дөңгелетіп әкететін болғанымызбен, ешқайсымыздың да сахнаға шыға қоятындай өнеріміз жоқ екен. Бір-бірімізді біраз үгіттеп қажығаннан кейін бәріміз Камилаға қолқа салдық. Намысты қолдан бермеу керек, басқа бөлімдерден қалып қойсақ ұятты. Жассың ғой, бір амалын тап. Мен балаларымен сөйлесіп көрейін. Мамасы істейтін бөлімнің намысын қорғауға келісетін шығар, деді ол. Айтқанындай-ақ наурыз мейрамы кезінде Камиланың балалары қаздай тізіліп келіп, біздің бөлімімнің атынан өнер көрсетті. 9 құмалақтан өткізілген жарыста ұлы алдына жан салмай бас жүлдені жеңіп алса, қыздары өнер сайысында ерекшеленді. Үлкені домбыра тартып ән айтады екен. Мамасы телефонмен тәрбиелеп жүрген кішкентай қызбен танысудың сәті де сол сайыс кезінде түсті. Сахнада домбырасымен сүймелдеп әсем әнім дала кезіп барады. Әгугай, әгугай, әгугай деп үзілдіріп ән салып тұрған тәтесін күтіп тұрған балақайдың қасына келіп, сен әшөнтайсың ба деп сұрадым. Ол маған таңдана қарап басын изеді. Сосын салмақты үнмен, менің атым Ақерке, әшөнтай деп мамам айтады, деді. Солай ма? Ал бүгін сен бізге қандай өнер көрсетесің? Мен шығыс биін билеймін. Жақсы екен, ал билеуді саған кім үйретті? Әуелі мамам үйреткен, сосын мектепке барған соң оқушылар сарайындағы үйірмеге қатысатын болдым. Қойылған сұраққа үлкен кісілерше нақ жауап береді екен. Кішкентай баланың тілін қызықтап тағы бірдеңелер сұрағым келген, бірақ оның өнері көрсететін кезегі келіп, телефонның еркесі құйқылжыған шығыс әуенін мың бұрала билеп кете барды. Балаларың қандай сүйкімді деймін. Сол жерде тұрған Камилаға өнерлерін көріп, айдаладағы мен мәзбін. Сенің жүрегің қалай жарылып кетпей тұр? Еш арманың жоқ шығар. Арманым көп, тәте, деді Камила жанары жарқырап. Осыларды аман-есен өсірсем, көптің бірі емес, қатарының алды болса, ой таластырса ойы озық, өнер таластырса өнері үстем болса, мен оларға халқымызда жас болсаң жанған от бол, от болмасаң жоқ бол деген сөз бар деп үнемі намыстарын қайрап отырамын. Арқа сүйер адамың қалта толы қаражатым болу керек деген ұғым қалыптасқан мына заманда терең біліміңе, адал еңбегіңе сүйеніп талай биікті бағындыруға болатынына көздерін жеткізгім келеді. Ал шынымды айтсам, тәте, мен үйде отырып осыларды оқуларына өзім шығарып салып, айналып толғанып өзім күтіп алуды армандаймын. Сонда мен сіздердің уақыттарыңызды алып, қазіргідей телефонмен ертегі айтып отырмас едім, деп жымиды. Бірақ амал не? Соңғы сөздерді артық айтқанымда сонда ғана білдім. 1995 жылы жазылған. Әңгіменің соңы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Төменге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.